الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli cemaat. Барлық мақтау Аллахқа, әлемдердің Раббысына, Рахманға, Рахимге, сот күнінің иесіне. Саған ғана құлшылық қыламыз, һәм сенен ғана жәрдем тілейміз. Бізді тура жолыңмен жүргізе көр. Нығметке бөлеген құлдарыңның жолымен, ашуға ұшырағандардың және адасқандардың емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға және қасындағы мүминдерге түнгі намаздың парыз үкімімен міндеттелгені туралы айтылды. Сондай-ақ біз айттық, бұл пайғамбарымызға түсіп жатқан уахилердің әуелгі талабы болған. Пайғамбарымыздың намазы Аллах Тағаламен байланысы осы түнгі намазбен басталған. Өйткені біз айттық, 5 уақыт намаз 11,5 жылдан кейін парыз етілген. Хижраға 1,5 жыл қалғанда Исра оқиғасы болған кезде. Әуелгі намаздың парыз етілген бейнесі бұл түнгі намаз еді. Аяттарды бір қайталап өтейік, өткендегі тәпсір алынған. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхал музаммил. Ей бүркенулі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тағала көрпенің астында бүркеніп жатқан күйінде түсірілген уахи. Жибрил сол сәтте келіп, ей бүркенулі деп айтқан. Ғұламалардың жаңағы түсіндіруінде немесе Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Хадиша анамызға айтқан сөзіне назар аударсақ, я Аллахтың елшісі, бір демалып алмайсыз ба деген кезде, ұйықтап алмайсыз ба деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадиша анамызға айтқан, ұйқының уақыты кетті ғой Хадижа деген. Осы тұр деген сәттен бастап мұсылманның ұйқыға қалай қарайтындығы деген сүннеті жүзеге асады. Пайғамбарымыздың ісі арқылы. Қараңыздар, бұйрық қалай болған, өткенде айтылды, естерімізге түсіріп өтейік. Ей бүркенуші, тұр. Қумил ләйлә, түнде тұр. Құлшылықпен, намазбен тұр. Илля қалила, азғантай бөлігін ғана айтпағанда, көп бөлігін тұр. Бұл 3-тен 2, түннің 3-тен 2 бөлігінен немесе содан сәл азғантай көлемді айтылады осы жерде. Түсініңіздер, өткенде біз айттық қой, егер түн деген мысалы жаңағы 6 сағат болса, 3-тен 2 қанша болады оның? 4 сағат. 3-тен 1 2 сағат, жартысы 3 сағат. Осы 3 көлемді мөлшерді Аллах Тағала белгілеп берді бұйрықта. Қараңыздар. Қумил ләйлә илля қалила. Түннің азғантай бөлігін ғана айтпағанда, яғни азғантай бөлігін ұйықтап, көп бөлігін тұр. Көрсет ақыреттен қауіптенетініңді. Көрсет Раббыңды қалай ұлықтайтындығыңды. Көрсет уахидың қандай мағынада келгендігін. Нисфаху, жартысын тұр дейді. Ауин құсминху қолила, жартысынан сәл кеміт. 3-тен 1 қыл. Егерде бізде мысалы тағы да кемітсек бола ма деген ой болатын болса, оған жол берген жоқ Алла Тағала. Өйткені келесі аятында қараңыздар, аузида ғалай, жартысына қос тағы дейді. Қараңыздар қандай мәселе. 3 сағат болса 4 сағат қыл. Варуттилил Құр'ана тәртилі. Мақсат түнгі намазыңда Құранды мәнерлеп оқы. Әрбір оқып тұрған аятыңды түсін. Рахым туралы айтылса рахымын сұра Алланың. Азап туралы айтылса азабынан сыйын Алланың. Құдіреті туралы айтса пәктер Раббыңды. Әрбір аятпен жүрегің жұмыс істейтіндей мағынада оқы. Мәнерлеп оқы. Өйткені инна санулқи алейка қаулан сақила. Расында біз саған ауыр
сөзді түсіреміз. Уахи. Өткенде айттық, уахидың түсу сипатының өзі де ауыр болған. Жаңа көптеген хадистерде, пайғамбарымыз сахабалардың сөздерінде айтылған хабарларда, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уахи түскен кезде, мысалы түйенің үстінде отырған кезде, түйе құмға кіріп кететін дейді аяқтары. Бұл уахидың өзінің сипаты тұрғысынан. Немесе Айша анамыз айтқандай, суық күндері тіпті түскен кезде пайғамбарымыздың маңдайынан тері моншақтап ағып ататын дейді. Зайд ибн Хариса немесе айтқандай, мен қасында отырған едім, жамбасына тиіп қатар отырған кезімде пайғамбарымыз саласыма уахи түсті де, жамбасына тиіп тұрғандықтан жамбасым езіліп кете жаздады дейді. Сезген кәдімгі. Аллах Тағаланың сөзі, әлемдердің Раббысының сөзі. Өйткені бұл сөз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түсуден бұрын Жибрилге түсірілген кезде. Қараңыздар. Иза такаллама Аллаху бил вахи дейді. Раббың уахиді сөйлеген кезде дейді. Жаңа Жибрилге және Жибрилдің қасындағы періштелерге. تسمع أكل السماء للسماء صلصالا كجار السلسلة على الصفا дейді. Үлкен бір шынжыр темірдің тастың үстіне сүйретіліп келе жатқандай сықырлаған, дүрілдеген даусын естиді де, фаюсғақуна, бүкіл періштелер құлайды дейді. لا يزالون كذلك حتى يأتيهم الجبريل. Сөйтіп өздеріне Жибрил келгенге дейін сол күйде болады дейді олар. Hatta iza ja'ahum Jibrilu yufsa'u an qulubihim. Естерін жияды дейді. Жибрил өздеріне келген кезде сосын сұрайды дейді. Маза қала раббука я Жибрил. Ей Жибрил, Раббың не айтты? Қала ал-хаққа. Хақты айтты дейді. Фаяқулуна ал-хаққа деп жаңа қасындағы періштелердің бәрі хақты айтты деген. Қараңыздар, таза періштелер Алла Тағаладан түскен хабарды қалай қабылдайды. Сол секілді тақуалықта жүзеге аспайды, Алла Тағаладан келген хабарды жүрегің осылай қабылдамайынша. Қараңыздар, өйткені Алла Тағаладан келген нәрсенің бәрі хақ. Пайғамбарымыз тек хақты ғана сөйлеген. Міне осы хақ. Бұл қияметте сұрауы бар хақ. Сұрауы бар Құран. Қияметте сұралады әркім. Осы Құранның талаптарына сай. Сондықтан да Алла Тағала айтып отыр: "Инна санулқи алейка қаулан сақила." Біз саған ауыр, аманатты, ертең жауабы алынатын сөзді түсіреміз ей Мұхаммед. Кез келген уақытта саған уахи түсіп қалады. Сондықтан кез келген уақытта саған уахи түсуге сенің күйің, жүрегің, санаң бәрі дайын болу керек. Ол дайын болу үшін сенің енді ұйқымен ешқандай қатысың жоқ. Сен түнде енді тек қана Раббыңмен мінәжатта болуың керек. Міне осылайша осы парыз міндеттелген бетте пайғамбарымыз және жаңағы қасындағы сахабалар тік тұрды. Кейде олар түннің 1/3 бөлігін, кейде 2/3 бөлігін, не одан азғантай, не кейде жартысын тұратын болды. Осылайша олар 1 жыл осы күйде болды. Қараңыздар, 1 жыл осы парызды атқарды лайықты деңгейде. Инна нашиятал лайли хия ашадду атван ва ақуаму қила. Күндіз мысалы сіз бір Құран оқиын деп отқан кезіңізде, немесе бір нәпіл намазға берілейін деп отқан кезіңізде, немесе бір Алланың ризалығын іздеп бір әйтеуір бір құлшылық, истихфар айтамын 100 рет деп жаңағы бір берілейін деп отқан кезде сізді алаңдатып әкететін нәрселер болады. Сөйтіп сіз оны істей алмай қалуыңыз мүмкінсіз. Бірақ түнде дейді, Аллах Тағала айтады, түнгі намаз дейді, табаныңды бір орында бекітуге ең жақсы, ең қолайлы жол дейді. Қараңыз. Сені түнде ешкім алаңдатпайды. Алаңдататын нәрсе тек қана ұйқы. Болды. Басқа адамдардың бәрі ұйқыда. Сондай-ақ түнгі оқып тұрған қирағатың ең дүзу қирағат дейді. Қараңыздаршы. Ең дүзу сөз неге? Өйткені шындыққа жақын ол. Өйткені түнде сіз оқып тұрған кезде сіздің күйіңіз шын. Түнгі намаз сіздің күйіңізді шындайды.
Біз айттық қой өткенде. Күндізгі әрбір намазда тұрған кезде мүмкін шындық болмауы мүмкін ол жерде. Басқа бір нәрсені уайымдап жатқан болуы мүмкінсіз. Бірақ түнгі намазда ол шындық. Өйткені сіз Раббыңыздың алдында тұрсыз. Ешкім көріп тұрған жоқ сізді. Адамдардың бәрі ұйқыда. Сіз Раббыңыздың алдында тұрсыз. Шындық ки, ақыретке деген иманың шын. Алладан сескенетінің шын. Тозақтың хақ екендігі шын жүрегіңде. Жәннатты сұрап атқаның шын. Ол күннің ауыр екендігіне сенетіндігің шын. Таза шындық. Түнгі намаздан соқтан Аллах Тағала намаздың бейнесін түнгі намазбен бастаған екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бізде мысалы күндізгі 5 уақыт намазбен басталды ғой ислам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда түнгі намазбен басталған. 5 уақыт намаз 11,5 жылдан кейін келген. 1 жыл уақыт осы түнгі намаз болды да, одан кейін Аллах Тағала таңғы намаз бен аср намазын бекітіп қойды. 2 уақыт. Осы 2 уақыт 11,5 жылға дейін жұмыс істеді. Ядуна раббакум бил гадати вал гаши деп Алла сахабалар айтады. Жаңағы олар Раббыларының разылығын іздеп әрдайым жалбарынады. Таңертең және кешке. Таң намазының уақытында және асырдың уақытында. Осы 2 уақытта періштелер ауысады. Естеріңізде ол хабарлар. Періштелердің ауысатындығы. Инна лака фин-нахари сабхан тауила. Пайғамбарымыз расында сенің күндіз шұғылың өте көп. Сен күндіз Раббыңның сөзін жеткізумен боласың адамдарға. Басқа да міндеттерді, құқықтарды атқарумен боласың. Сондықтан сенің Раббыңа берілетін уақытың ол түн. Сол секілді біздерге де айтылатын нәрсе. Біздер күндіз шұғылымыз көп. Жаңа өткенде бір не мағынамен айттық қой. Күндіз таппай қаламыз дегендей. Күндіз таппай қаламыз. Түнде көрсет өзіңді деген мағынада. Күндіз жұмысыңыз көп. Жақсы, оны түсінеді Алла Тағала. Шұғылың көп, жақсы. Ана құқықтарды атқардым, жақсы. Ана шаруаларды атқардым, жақсы. Бірақ түнде не кедергі жасап тұр саған? Иманыңды көрсетуге Алла Тағала. Иманыңды дамытуға. Раббыңның алдында шынайы күйде тұруға не кедергі жасайды? Міне, осы түнгі намаздың пайдасы осындай. Осылайша түнгі намазбен Раббысына әрдайым мінәжатта болып, «Васкур исма роббика». Ей Мұхаммед, Раббыңның есімін еске ал. Бүкіл әлем Аллах Тағаланың есімімен тұр. Қазір қоя берсе бүкіл нәрсе бұзылады. Түгел нәрсені ұстап тұрған Аллах Тағала. Әл-Хайюл Қойюм, мәңгі тірі. Бүкіл нәрсені басқарушы, бүкіл нәрсенің тіршілігін ұстап тұрушы Аллах Тағала. Раббыңды сондай дәрежеде еске ал, ей Мұхаммед. Ва табаттал илайхи табтила дейді. Раббыңа толық беріл. Қараңыздар қандай нәрсе. Раббыңа беріл. Жүрегіңді бер. Алла Тағала. Мысалы, біздердің біреуіміз белгілі бір білімді үйренеміз десек, қараңыздар. Мысалы, Құран үйренем дейсіз ба, немесе жаңағы білім жолында жүргендер біреу бір хадисті үйренем дей ма, немесе фиқхты үйренем дей ма, ол оны үйрене алмайды ешқашан. Өзін толық бермейінше ол білімге. Ол білімге өзіңді толық бермейінше, ол білім саған бір бөлігін де бермейді. Есіңізде болсын. Ол қағида, қатып қалған Алла Тағаланың заңдылығы. Сол секілді Аллах Тағалаға біз берілмейінше, біз әрдайым шынайы күйде боламаймыз. Бізде өтірік араласады көп жерде. Біреумен құшақтасып жатсаң да өтірік жүреді ол жерде. Алла Тағала бәрін біледі, адамдар білмейді. Біреуге күлгенің де өтірік болуы мүмкін. Біреу үшін күлген болуы мүмкінсің. Немесе өткенде айттық, 2 адам мешіттің қасынан өтіп бара жатады да, біреу айтады, мешітке кіріп намаз оқып алайық та дейді. Оқысақ оқып алайық дейді. Бірақ егер де анау айтпағанда ол оқымас еді оны. Әрбір сен істеп жатқан нәрсең рас болмауы мүмкін. Сол рас болу үшін Алла Тағалаға берілмей болмайды. Кез келген білімді үйренген кезіңізде ақиқаттық үшін үйрену керексіз. Сол Құраннан оқып атып, бір аятты оқисыз да, немесе хадистен бір хадисті оқып, ананың аузын жабамен ертең. Мынау анаған байланысты айтылған. Жоқ, ол дұрыс емес ол. Оны адасу деп айтады оны. Ақиқаттық үшін үйрен. Өзіңді шынайлау үшін, күйіңді тазарту үшін Алла Тағаланың алдында.
Өйткені періштелер ертең жан алған кезде қолу фима кунтум деп айтады екен. Қай халде болдыңдар дейді екен жанды суырып атқан кезде. Не деп жауап береміз біз? Хал мүшкіл болуы мүмкін мысалы. Міне, Аллах тағалаға беріл ей Мұхаммед. Ол сондай Аллах. Роббул мәшриқи вал мағриб. Қараңыздар. Батыстар мен шығыстар, жаңағы шығыстар мен батыстардың Раббысы дейді. Бүкіл нәрсе оныкі, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Түгел нәрсе оныкі. Сіздегі нәрселердің бәрі де оныкі. Бірақ алып қоймағандықтан адам алданады. Өзімдікі де ойлайды. Сөзсіз сізде өзіңіздікі деп аталатын нәрсе жоқ. Әлемдердің Раббысы тұрғанда. Түгел нәрсе Алланікі. Сіз қорқатын бір қауіп қатер, ол да Алланың қолында. Қаласа болады, қаламаса болмайды. Сіз үміт етіп жүрген бір жақсылық, ол Аллах Тағаланың қолында. Қаласа болады, қаламаса болмайды. Түгел нәрсе Аллах Тағалада. Аллах Тағалаға беріл. Шығыстар мен батыстардың Раббысы. Міне осы Алланы дейді, қараңыздар. Ла илаха иллаху. Одан басқа тәңір жоқ. Яғни мақсатың Алла болсын. Аллахтан басқа тәңір жоқ. Фаттахисху вакила. Сол Алланы өзіңе қамқоршы қылып ал дейді. Қараңыздар. Таухидтың жаңағы бір әдемі көрінісі Аллах Тағаладан басқа қамқоршыны қаламауын. Түсіндіңіз ғой? Мұқтаждық танытпауын. Алла Тағала жеткілікті. Ол хай, тірі, мәңгі тірі. Қаласа сені рахымына бөлейді. Қаласа саған құдіретін көрсетеді. Бүкіл нәрсе оның қолында. Неге онда оны басқа жақтан іздейсің? Раббыңа беріл, Раббыңнан ізде бүкіл нәрсені. Адамдарға да ла илаха иллаллахны үйреткен кезде жеңіл. Ла илаха иллаллах. Аллахтан басқа тәңір жоқ дегеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өсиеті. Ва иза саалта фасалиллах. Егер де бір нәрсені сұрасаң, Алладан сұра. Қарас. Осылай үйретіңіз оған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйреткендей жеңіл үйретіңіз. Артық терминдарды қоспаңыз. Артық шарттарды жасап қинамаңыз адамды. Сұрайсың ба? Алладан сұра. Нені сұрасам да ма? Тіпті аяқ киімінің бауына дейін. Бірінші нәрсе. Екінші. Ва иза стағанта фастағин билла. Егер жәрдем сұрасаң, Алладан сұра дейді онда. Бұдан кейін проблема бар ма оның таухидында? Егер осы ұстайтын болса. Міне. Сен басқа нәрселерді үйретіп жүрген кезде қаншама ғұмыр зая кетіп жатыр оның. Жаңағы екі нәрсе істемей жатуы мүмкін ол мойында. Бірақ теориялық тұрғыдан неше түрліні біледі ол. Көрдіңіз ба? Сұрайсың ба? Алладан сұра. Жәрдем сұрайсың ба? Аллах Тағаладан сұра. Сыйынасың ба? Аллаға сыйын. Пана іздейсің ба? Алла Тағаладан пана ізде. Мұқтажсың ба? Мұқтаждығыңды тек Аллах Тағалаға көрсет. Ол әлемдердің Раббысы. Міне. Шығыс пен батыстың Раббысы. Алладан басқа, өзінен басқа тәңір жоқ. Сол Алланы өзіңе қамқоршы тұт. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Міне осындай түнгі намазбен, осындай мықты ұстаныммен таңертең пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйінен шыққан кезде кімдерді кездестіреді? Жаңағы мүшриктер. Мүшриктердің дөкейлері. Абу Жахил, Абу Лахаб, Әл-Валид ибн Муғира сияқтылар. Олар түні бойы жоспар құрып шыққан. Не істейміз ертең бұған деп. Түсіндіңіз бе? Қалай бұны тоқтатамыз? Қалай бұған күлеміз? Қалай бұны мазақтаймыз? Өзіңіз ойлаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түнгі намаздан қандай жүрекпен шығады? Шыққан беттегі қаруың мынау дейді. Қараңыздар. Үйіңнен шыққан кездегі қаруың мынау болсын дейді Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Қандай қару ол? Осбир ала ма яқулуна. Олардың айтатын нәрселеріне сабыр ет. Сабырлық. Көңілің алмай ақ қой дейді олар. Күлема Құранға, мазақтайма сені, ауыр сөздер айтама, балағат сөздер айтама. Не айтса, оны айтсын. Қараңыздар, сен сабыр ет дейді.
Кейде адамның, мысалы айтайық, сізге біреу нақақтан зиян жасап жатса, сабыр ету мүмкін емес болады да. Не үшін сабыр ету керексің? Нақақтан зиян тигізіп жатса сізге. Бірақ Алла тағала әдемі нәрсені әкелді Құранында. Оған дейін ешкім түсінбеген ол нәрсені. Әдемі тақырыпты әкелді да. Вали роббика фасбир. Қараңыздаршы, мен үшін сабыр ет дейді. Бітті. Сенің мен деген ұғымыңды Алла тағала жоқ қылғысы келеді өз алдында. Алла тағаланың алдында мен деген ұғымың болса, пайда жоқ. Мән кәна фи қолбихи мисқола хаббатин. Өзің ойлаңыз, мен кибрин. Ла ядхулул жанна. Кімде-кімнің жүрегінде тозаң салмағындай, бидай салмағындай кібірлік мен болса дейді. Жәннатқа кіре алмайды дейді ол. Сонда бүкіл намаздары, құлшылықтары ше. Өйткені мен деген нәрсе болды ода. Мен деген нәрсе ұғым. Тек қана Аллах тағаланікі, әл-мутакаббир деген есімі. Аллах тағалаған асқақ. Басқалар ешкім өйтіп жаңағы мен деп айтуға хақысы жоқ. Алла тағала сол менді жоқ қылды сахабалардың жүрегіне. Осы менді жоқ қылуға қанша уақыт? 13 жыл уақыт кетті. Мединаға алып келген кезде ертең үлкен істер басталады. Бұйрықтар, үлкен шаруалар ол жақта. Ол жақта мен деген нәрсемен баруға болмайды. Менсіз бару керек о жаққа. Өйткені о жақта қателік жасасаң, исламға тиеді даты. Қателік жасалмайтындай. Естідікте бойсындық деген жүрек керек. Міне, сондықтан сабыр ет, олардың айтып жатқандарына дейді. Сабырлық деген нәрсе біз үшін өте маңызды нәрсе, құрметті жамағат. Адамның денесінде бас қандай орын алса, иманда сабыр сондай орын алады деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Қараңыздар. Егер де сабыр болмаса, иманың құр дене сияқты шайқалып кетеді ол. Түсіндіңіз ба? Пайда болмай қалады. Сол жағдайда көрініс бере алмайсың, дұрыс. Аллах тағала риза болатын көрініс бере алмайсың, шығара алмай қаласың. Сабыр. Қараңыздар, сөз Алла тағала қалайды: "Вастағину бис-сабри вас-сала". Кез келген бір қиыншылық келіп қалатын болса, жәрдем қажет бір жағдай керек болып қалса, жәрдемді немен сұраңдар дейді? Бис-сабри, сабырмен дейді. Вас-сала деп намазды кейінге қояды. Көрдіңіздер ме? Неге? Сабыр жоқ болса, мысалы, бір жағдай қиын жағдай болып тұр. Мысалы, ақша қажет болып тұр. Намаздың уақыты келді, намазды оқимын мен. Аллаху акбар, Аллаху акбар оқыдым да, ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах. Не істесем екен, қалай істейді? Намаз жұмыс істеп жатқан жоқ. Бұл тек парыз мойнынан түскен намаз деп аталады. Қаласа Аллах тағала сауабын көбейтеді, қаласа жеткілікті береді. Бірақ парыз мойнынан түскен құлшылық тек. Бірақ бұл сізге жұмыс істеп жатқан жоқ. Сіз бірден не істедіңіз? Не істесем екен, бәке ғана қиын болып жатыр, не істеймін, қалай істеймін? Қиын болып кетті мына жағдай деген нәрселер. Намаз жұмыс істеп жатқан жоқ. Егер сабыр болса ше, намазда, сәждеңде, Раббым, мен білем, бұл өмір сенен ғой, сен мені сынап жатсың. Осыны дұрыс өткеруімді маған нәсіп етші, Раббым. Қараңыздаршы. Салиқалы құлдарың қандай амалдар жасаса, қандай күй болса осындай жағдайда, маған да сондай нәсіп етші. Мен біліп тұрмын, мен саған тәуекел етемін, Раббым. Тағдырда не болса да, сен данасың ғой, сен білесің. Мен білмеймін көп нәрсені. Сен менің үйретушім, жаңағы үйрететін сенсің маған. Қандай нәрседе болса да мен саған ризамын, Раббым. Мен сенің құлыңмын, адал құлдарының қатарына қоса көрші деген мағыналар жұмыс істеу керек. Сабыр, сосын намаз. Сабырлық болған жерде намазыңыз ақыретке қатысты да, дүниеге қатысты да өзінің жұмысын атқарады. Дұрыс атқарады. Сөйтіп намазға жүгіну деген нәрсе сіз үшін өте бір ләззатты амалға айналады. Кез келген жағдайда бір қуаныш келді ма, жығылып атқан боласыз да. Бір проблема басталып келе жатыр ма, жығылып атқан боласыз. Не деген әдемі күй. Біліп атсың, істің қай жақтан келіп атқанын. Жақсылықпен де жамандықпен де сынаушы Аллах тағаланың өзі. Сөзсіз Аллах тағала сізге ешқашан жамандық қаламайды. Бірақ Аллах тағаланың жаңағы сынақтары ол тәрбие мектебі. Көрдіңіз ғой, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ дейді. Аллах тағала ешқашан сендерді бір күйде ұстап тұрмайды дейді.
Әлбетте, сапалыларыңды сапасызынан айыру үшін сынайды дейді. Кім өтеді сынақтан, кім өтпейді? Кім сапалы деген қатарға өтеді, кім сапасыз деген қатарға өтеді. Ол оның сынағы. Біз сұралмаймыз бұл сынақтарда. Ол кеп қалады. Сол кеп қалған кезде бізден талап етілетін нәрсе сабыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір қабірдің қасында бір әйел кісі жылап отқан кезде сөзден өтіп бара жатады. Ана кісі қатты сөздер айтып жатады. Тағдырға жаңағы бір наразы сөздер айтылып жатады әйел тарапынан. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Испири", сабыр ет деп айтады. Пайғамбарымыз қай жерде жүрсе, сол жерде үйретіп жүреді. "Илайка анни" деп айтады. Ары кет менен. Сенің басыңа түскен жоқ бұндай нәрсе. Ашу үстінде білмейді кім не айтылып отқан. Біраз уақыттан кейін жаңағы бір кісілерге айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям болған жаңағы. Сен қатты сөйлеп жүрдің ғой. Енді қайттым. Бетін ұстайды. Сөйтіп келеді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кешірім сұрауға. "Я Аллахтың елшісі, мен білген жоқпын сіз екеніңізді, кешіріңізші. Мен өзімді ұстай алмай, сабыр ете алмай тұрған күйде болдым" деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ас-собру инда содматил ула". Сабырдың сабыр деп аталуы үшін дейді, сабыр алғашқы соққының кезінде жасалады дейді. Түсіндіңіз бе? Алғашқы соққының кезінде жасалады. Мысалы біреу аяғыңызды басып кетсе, байқап қарасашы көзіңе деген нәрсе болса, бітті сабыр. Одан кейін кешір қоя, бауырым, ол сабырға жатпайды, болды. Әуелгі соққының кезіндегі нәрсе ғана сабыр деп аталады. Одан кейін кім өзі үйренбейді, одан кейін кім төзбейді. Сол әуелгі соққының кезіндегі нәрсе, көрдіңіз ба? Сіздің жаңағы Раббыңыздың тәлім тәрбиесімен дұрыс байланыс жасап жүргеніңіздің көрінісі. Сондықтан Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, сен олардың айтып жүрген нәрселеріне сабыр ет. Қараңыздар. Қашанға дейін сабыр етемін Раббым? Уахджурхум хаджран джамиля. Олар саған қандай ауыр сөздер айтса да, қандай сөздер, балағат, мазақ, күлкі, ауыр, қандай сөз айтса да, сен олардың қасынан оларды әдемі түрде тастап кет дейді. Қараңыздар, хаджр деген сөз тастап кету. Әдемі түрде кетіп қал дейді қасынан. Әдемі деген сөзді қосады Алла Тағала. Реніш жоқ ешқандай. Түсіндіңіз бе? Кек жоқ. Қараңыз, реніш, кек, қарғыс, лағнет жоқ. Өйткені Раббысы үшін сабыр етеді. Раббысы үшін етілген сабыр таза болу керек. Инна Аллаха тойибун, расында Аллах таза. Уаятақаббалу тойиба, тек тазаны қабыл алады. Әдемі түрде тастап кетесіз. Ренжімейсіз оны. Сөз қайтармай дейді оған. Сөз қайтармай. Сөзге сөз қайтармай, балағаттамай, ақталмай. Сіз не үшін ақталасыз? Аллах Тағала сізді ақтайды. Балиллаху юзакки ман яша дейді. Турасын айтқанда Алла ғой ақтайтын кімді қаласа дейді. Көрдіңіз бе? Жоқ дегенде Аллах Тағала, жаңа пайғамбарымыз салсам, Абу Бәкірмен бір кісі сөйлесіп тұрған кезде ана кісі Абу Бәкірге біраз ауыр сөздер айтып қалады. Абу Бәкір сабыр етеді, үндемейді. Ол айта береді, үндемейді. Ол айта береді, үндемейді. Bir кезде Абу Бәкір де сөйлеп жібереді де сөзді жеңеді. Сол кезде пайғамбарымыз орнынан тұрады да кетіп бара жатады. Пайғамбарымыздың кетіп бара жатқан нәрсесі, ойлаңыз, жаңағы Алланың риза еместігінің көрінісі. Осыны түсінген Абу Бәкір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям артынан жүгіріп: "Я Аллахтың елшісі, мен бір нәрсені дұрыс істемедім бе?" Қараңыз, дұрыс істемедің дейді. Жаңа ол саған сөйлеп жатқан кезде Аллах Тағала қасыңа бір періштені жіберген еді дейді. Ол періште ол кісіге өтірік айтпасашы деп тұрған еді дейді. Сізді ақтап тұрған періште бар. Егер сіздікі түзу болса, қашан сен өзің кірістің өзіңді ақтауға? Періште кетті да тізгін шайтанның қолында қалды. Шайтан отырған жерде мен отырмаймын дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сондықтан сіз осыны біліңіз. Шарт емес сіздің өзіңіз әрбір жерде ақтай беруіңіз, сөз қайтаруыңыз,
дәлелдей түсуіңіз. Әдемі түрде тастап кет дейді. Өйткені сен менің құлымсың ғой дейді. Түсіндіңіз ба? Менің құлымның бойында басқа нәрсеге де құлдық жасап қоятын сипат қоспа болмау керек. Мен қалай қалаймын, сен сондай болу керексің дейді пайғамбарымыз. Сабыр ет олардың айтып жатқан нәрсесіне. Ла тублаунна фи амваликум ва анфусикум. Қараңыздар, қағида қандай? Сөзсіз сыналасыңдар сендер дейді. Баршамызға айтып жатыр Алла Тағала. Сол кезде сахабаларға түскен аят қой. Баршаларың сөзсіз сыналасыңдар дейді. Қандай нәрсеге байланысты? Фи амваликум, малдарыңа байланысты сынайын дейді Алла Тағала. Малды берем, сосын алып қоям. Жоспарларыңа қайшы нәрселер кеп қалып тұрады. Сендер ойламағандай нәрселер кеп қалады. Ол жерден кеміткен мен мына жақты арттырайын деп жатырмын дейді Алла Тағала. Сіз ба ақыретті? Сендер ақыретке сенуші адамсыңдар ғой. Әлде олай емес пе деген мәселе. Көрдіңіз бе? Уал ахирату хойру ва абқа. Ақырет деген жақсырақ және мәңгі. Сол үшін ана малға тиісіп қалам. Малға тиіскенде нені көрсетеді Алла Тағала бізге? Алла Тағала біледі, бірақ біз білмейміз ғой өзімізді. Малдың қаншалықты жүрекке кіріп кеткені белгісіз ғой. Оны Алла Тағала көрсетеді ғой, бізге өйткені жақсы көреді ғой құлдарын. Түсіндіңіз ба? Иман келтірген құлдарына жақсылық көрсетеді, жақсылығын береді. Сөйтіп ана сынақтың кезінде көрсетеді бізге, әлсіз тұсымды көрсетеді. Мына жағымен жоқ екен ғой мүлде. Мысалы бір бақша ектім, жеміс бергелі тұр, жоспар сыздым. Ертең піссе, осынша ақша түсіп қалайын деп тұр. Осындай деген жоспар бар ғой сізде. Сол кезде Алла Тағала сынақ кетіп қалады да, бақша жеміс бермей қалады, ойдағыдай болмай қалады. Сол кездегі сөзіңіз. Егер сіз сол күнге дейін 10 жыл намаз оқыған болсаңыз, неше түрлі кітаптарды оқып келген болсаңыз, интернеттен ба тағы да басқа, неше түрлі сахих нәрселерді оқысаңыз, сол күні көрінеді жалпы сіздің не жинағаныңыз. Егер сол кездегі неге бұлай болып қалды, қап деген сөздер кетсе, бос нәрсе деген сөз саныңда. Егер де Раббым, сенің тағдырың ғой, қалаған нәрсені істедің. Раббым, осы жерде сұрап алсам бола ма? Маған жәннатты нәсіп етші. Мен сен үшін осы жерде сабыр етемін, ризамын саған деген ақырет тұтып алуыңызға болады. Басқа жағдайларда, сынақ жоқ жағдайларда үйтіп сұрауға бет жоқ жәннатта. Түсіндіңіз бе? Жәннаттағы бір керемет дәрежелерді сұрап алуға да бет жоқ. Бірақ жаңағы кезде өте үйлесімді сәтті. Көрмедіңіздер ме, Перғауын өзінің әйелі Асияны азаптап атқан кезде Мұсаға иман келтіргенде. Раббым, мені мына Перғауыннан да, қауымнан да, амалынан да құтқар, Раббым. Маған өз қасыңнан сарай салып берші деді. Қараңыздар, сынақтың кезіндегі нәрсені. Түсіндіңіз бе? Өз құзырыңда биік жәннаттан сарай тұрғызып берші, Раббым. Сол секілді дәл сынақтың кезінде сіз кез келген проблемаңызды шешіп алуыңызға болады. Сіздің дәл сол кездегі дұғаңыз өте жауапты дұға. Содан шайтан алаңдатып, басқа нәрсеге алып кеткісі келеді. Неге мынау болмай қалды? Намазымды оқып жүр едім. Неге болды екен бұлай? Осындай сөздерге кетіп қалмау керек біз кейде. Сол сабырлықтың нәтижесі қандай? Сондықтан Алла Тағала айтады: «Ла тублаунна». Әлбетте сыналасыңдар, ей мұсылмандар. Фи амваликум, малдарыңа қатысты сынаймыз. Тағы, фи анфусикум, жандарыңа қатысты да сынаймыз. Қараңыздар. Жаныңмен байланысты нәрселермен де сынаймыз. Жаныңа жақын болып қалған нәрселермен де сынаймыз. Малмен, жанмен сыналған кездегі сабырлықтың бірінші түрі. Екінші сабырлықтың түрі жаңағы «Вала тасмағунна», әлбетте сендер әлі естейсіңдер. Нені? Әзән кәсиро, өте көп реніш, зиян. Қараңыздар. Кімдерден? Миннәллазина утул китаба мин қабликум. Сендерден бұрын өздеріне кітап берілген иудейлерден де, христиандардан да. Уаминнәллазина ашраку. Және Аллаға серік қосып жүргендерден де көп нәрсе естейсіңдер дейді. Мұсылмандарға Алла Тағала алдын ала не істеді? Жағдайды айқындап берді. Не істеу керек біз Раббымыз онда біз? Уайын тасбиру ва таттақу. Егер де сол сәттерде сабыр етсеңдер, қараңыз. Ва таттақу. Мені еске алып, менен сескенетін болсаңдар дейді. Сол кезде.
Фаинна залика мин азмил умур. Бұл деген ешкім істей алмайтын істерден ғой дейді. Мықты істерден ғой дейді. Азмил умур. Өте берік. Раббысын таныған адамдардың істі дейді бұл. Әркім істей алмайтын істерден дейді. Сондықтан көрдіңіз ғой, сабыр деген мәселе қажет. Бізді көлікпен кетіп бара жатып қанша сыналамыз, дұрыс па? Алдыңыздан біреу бүйтіп кетіп нетіп, "Ой, мына бұл қалай жүреді өзі" деген сөздер кетіп жатыр. Соның бәрі негізі қоқыстар. Тазару керек одан. Дұрыс па? Сіздің көңіліңіз Раббыңызға қарай істеу керек. Раббыңыз риза ма? Көңіліңіз сөзіңіз шығады. Риза емес сөз шықпау керек. Мимикаңызға дейін Раббыңызға құлшылық жасау керек сіздің. Мынау қайтеді деген нәрселер. Осылар түсінбей ме? Қалай айдайды деген мәселелер. Артық сөздер да сізге жараспайды ол. Сіз Алланың құлысыз ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан әрбір нәрседе сабыр керек. Кішкентай нәрседе де сабыр керек. Үйіңізге келдіңіз, әйеліңіз тамақ пісірген екен, тұзы көп болып кетті. Не істейсіз? Қандай сөз айтасыз? Раббыңызды еске алсаңыз, дұрыс сөз айтасыз. Машалла, Алланың қалағаны ғой. Болды. Өйткені Алла Тағала сізді сынағысы келсе, сынайды ғой. Тіпті әйеліңізді сол пісірген тамағымен. Сіз Раббыңызды ұмытасыз да сынағын, мынаны тұзын дұрыстамайсың бе деген сөздер кетеді аншақ. Сосын ол сіздің мінезіңізден қорқатын болады да, жалпы одан кейін ол білмейді өзі, Аллаға бойсына ма, сізге бойсына ма. Көбінесе сіздің табиғатыңызға бойсынады ол. Ойбай, отағасы келе жатыр, байқаңдар. Мына жерде тамақ пісіріп жатқанда да ойы сол жақ. Сіз кімсіз сонша? Елдің бәрін үйдің дүрліктіреді. Şimdi орныңызды білу керексіз Алланың алдында. Көрдіңіз бе? Міне, сабыр ет. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, олардың айтып жатқан нәрселеріне сабыр ет. Сондай-ақ оларды әдемі түрде тастап кет дейді. Әдемі түрде таста дейді. Яғни осы нәрсені үйренейік. Біреу сізге ауыр сөз айтып жатқанда, қасынан бүйтіп тұрып кету де ол дұрыс емес. Әдемі түрде кету керексіз. Сәләмән деп. Түсіндіңіз ба? Сосын ішіңізде кек сақталмау керек, реніш болмау керек. Сосын бір кезінде оған жасаған жақсылығыңызды міндетсініп еске түсіп деген тақырыптарды ашпаңыз. Кезінде Алла үшін істеліп қойғандай бір істі мына жаққа әкеп Алла үшін емес, басқа нәрсе үшін істелгендей қылып ашпаңыз картинаны. Өзіңізге өзіңіз зиян жасайсыз. Үндемеңіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям лақтырады. Роббигфирли қауми. Раббым кешірші мына қауымымды. Қараңыз қандай нәрсе. Иннахум ла я'ламун. Олар білмейді не істеп жатқанын дейді. Қараңызшы. Егер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сондай сөзбен қайтарса өзіне тиген тасты. Сіздің ұстазыңыз, сіздің тәрбиешіңіз, сіздің өнегеңіз, идеалыңыз солай істесе. Сіз қалай істеу керексіз енді? Міне. Пайғамбарымыздың жаңағы осындай мінездік ұстанымдағы сүннеттерінен ауытқып кетпеу керек. Енді ол жаңағы Құрайыштың дөкейлері неше түрлі жоспар жасауда. Пайғамбарға да саллаллаху қарсы, мұсылмандарға да қарсы, исламның насихатына да қарсы, Құранның насихатына да қарсы неше түрлі жоспарлар ұйымдастыруда, жасауда олар. Осы нәрседен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сескенеді ғой. Бір зиян жасап қоймай ма, нетіп қоймай ма деген мәселелер. Алла Тағала айтады: "Я айюхар расулу баллиг ма унзила илейка." Ей елші, қараңыздар. Өзіңе Раббыңнан түсірілген нәрсені жеткіз. Оқы оларға, жеткіз. Ва ин лам тафал фама баллағта рисалату. Егер осы айтқанымды істемесең, онда менің жолдауымды жеткізбедің дейді. Сосын соны жеткізіп жатқан кезде еш қорықпа. Аллаху ясимука минан нас. Аллах Тағала сені адамдардан өзі қорғайды дейді. Сондықтан бұларды бүкіл жоспарымен, бүкіл тобымен қараңыздар. Зәрни, маған қалдыр дейді оларды. Қараңыздар қандай нәрсе. Сенің жұмысың Құранды жеткізе беру. Кім оған жауап береді? Мән иттабаға зикра. Кім Құранға жауап береді? Соны ары қарай тәлімін, тәрбиесін бере беру. Ал енді ортада жүрген жаңағыдай бір зиян жасап жүргендерді, саған қарсылық жасап жатқандар, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, зәрни, маған қалдыр дейді оларды. Қараңыздар. Мен шешем дейді олардың ісін.
Лейса лака минал амри шейун. Сен кірісетін іс жоқ бұл жерде Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Ау ятуба алейхим, ау юғаззибакум фаиннакум золимун. Оларға мен тәуба нәсіп етем бе ертең? Жоқ азаптап жіберем бе? Мен істеймін дейді оны. Сен өз ісіңді ақырын істей бер. Сабыр ет, әдемі түрде таста, Құранды жеткізе бер қоғамға. Оларды маған қалдыр дейді. Кімдер олар? Әл-муказзибин. Ақиқатты өтірікке шығарушылар. Құран сөйлеген ақиқаттың бәрін өтірікке шығарғандар. Құраннан бастап, пайғамбарымыздың елшілігінен бастап. Өтірікке шығарғандарды маған қалдыр дейді. Сосын өтірікке шығарғандардың осы дүниедегі күйін айтады Алла. Қандай күйде жүр олар? Улун нағма. Шаттық пен қуаныш иелерін дейді. Қараңызшы қалай айтады? Шаттық пен қуаныш иелері, сән салтанат иелері. Мынау араб тілінде неғама деген сөз бар, сосын нағма деген сөз бар. Неғама деген сөз, егер де Аллах Тағала сізге қандай да бір жақсылықтар берсе, сосын сол жақсылықтарға шүкір етілсе, тура жолмен шүкір етілген, тура жолды ұстанумен шүкір етілген жақсылықтың бәрі нығмет деп аталады. Түсіндіңіздер ғой? Тура жол жоқ, шүкірлік жоқ, жақсылықтардың бәрін нағма деп атайды Құранда. Ол рақат, шаттық, ләззат, ол күй, дүниелік, уақытша рақаттар, уақытша ләззаттар, сән салтанаттар. Сосын ол қуанып атқан кезде Атағалан қуанышын тоқтатып қоймайды ол. Өйткені алдында мәңгі тозақ бар. Егер ол тәубаға келмейтін болса, соқтан бұл дүниеде ала берсін дейді Алла Тағала. Ибрахим алейхиссаламның өзі Қағбаны салып тұрғызып болғаннан кейін дұға сұрайды ғой. Варзуқ ахлаху минас самарати мен амана минхум биллахи вал яумил ахири. Я Раббым, мына жердің тұрғындарын қараңыздар. Жемістермен ризықтандыршы. Жемістер деген сөздің айтылу себебі, өйткені жемістер өспейді ол жерде. Тастақ орын. Ол жемістер уже келу үшін басқа жерлерден келу керек елдерден. Түсінді ме? Сол әлгінгі дейін жеміс үзілмейді ғой қазір сол жақта. Түсіндіңіз ба? Жемістің түр-түрі бар да. Қараңыз дұғаның қалай. Жемістермен ризықтандыршы сол жердің тұрғындарын дейді. Сосын тек қана Аллаға және ақыретке иман келтіргендерді ғана, басқасын ризықтандырма дейді Ибрахим. Меккедегі. Көрдіңіз ме? Сонда Алла Тағала жауап береді. Қала ва мән кафара, кәпірді де, қараңыз. Уматтиғуху қалилан. Біраз пайдаландырам бұл дүниеде. Шаттықта, ләззат түгел нәрсе. Шегіне жетсін, проблема емес ода. Өйткені дүние құнсыз нәрсе ол дүние Алла Тағала. Уматтиғуху қалилан. Ғұмыры бойы соны пайдаландырам да, сума аттарруху иля азабиннар. Міне, сосын тозақтың азабына мәжбүрлеп кіргіземін дейді. Бітті. Одан кейін қандай шаттық, қандай ләззат? Өзіңіз ойлаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, дүниеде бүкіл ләззаттың түрін көріп шыққан бір адамды әкеп, кәпірлерден болған. Тозақтың ішіне бір сұғып алып шығады деген Алла Тағала. Сосын сұрайды дейді, сен осы өміріңде бір ләззат көрдің ба? Рахат көрдің? Аллахпен ант етемін, ешқандай ләззатта, шаттықта көрген емеспін дейді. Тіпті оның болғаны да жоқ. Түсіндіңіз ғой? Міне осылар өздеріндегі бар жағдай, мал деген бар, анау Әл-Валид ибн Мұғирада өткенде айтылды ғой. Таифқа дейін қаласаң түйе жайылған, қаласаң сиыр жайылған деген, қаласаң қой, бақшалар, құрма бақшалары, жүзім бақшалары. Таифта өздерінің демалатын орындары бар, өзіңіз ойлаңыз. Барлық нәрсе бар, атақ та бар. Бұл нәрсе ешқайсысына тиіспейді екен Алла Тағала, белгілі бір мерзімге дейін. Түсіндіңіз ба? Соқтан айтып отыр. Сен оларды маған қалдыр, ей Мұхаммед. Мүлде ойламай-ақ қой оларды. Мен бақылаймын дейді оларды. Иманды өтірікке шығарып жүргендерді. Сән салтанат иелерін. Қуанса берсін. Күлсе берсін. Мазақтай берсін сен. Сол күйде жүре берсін. Қараңыздар.
Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мәртебесі мына жерде айқындалады да, Алла тағала мәртебесін көрсетеді бізге. Қараңыздаршы. Және ей Мұхаммед, сен оларға азғантай еркіндік бер дейді. Бұл еркіндік Бәдір шайқасына дейін берілді. Түсіндіңіздер ме? Анау Бәдір шайқасы болған кезде осының бәрі өлтірілді, жаңа дөкейлердің бәрі сол жерде қырылды. Міне, сол уақытқа дейін. Өзіңіз ойлаңыз. Сонда азғантай уақыт еркіндік бер, ей Мұхаммед дейді. Азғантай уақыт еркіндік берейін демейді Алла тағала. Көрдіңіз ба? Елші. Көрдіңіз ба қандай мәселе? Мәртебесін көрсетіп отыр да бізге. Азғантай уақыт, ей Мұхаммед деп. Өйткені біз білеміз, ана Таифтағылар таспен қуалап шыққан кезде Аллах тағала Жибрил мен тау періштесін жібергені. Естеріңізде ғой, оқыған шығарсыздар сирадан. Сол кезде егер қаласаң қазір мынау екі тауды естеймін дейді, үстіне тастай салам дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Жоқ, керек емес. Аллах қаласа мүмкін солардың белдерінен шығар дейді. Алладан басқа тәңір жоқ деген сөзді айтатындар дейді. Мәртебесі азғантай уақыт бер. Өйткені бұл азғантай уақытты екіншіден Алла тағала анау болашаққа сілтеу жасап жатыр. Ертең Алла жолында күрес болады. Мұсылмандар мен кәпірлердің арасында, қасарысқан кәпірлердің арасында. Сол кезде жазаланады. Сосын оны жазалаған кезде анау Нухтың кезіндегі, Салих пайғамбардың кезіндегі, Худ пайғамбардың кезіндегідей мен көктен жауып тас жаудырып жазаламаймын дейді. Сендердің қолдарыңмен жазалайым дейді. Түсіндіңіздер ме? Сондай соғыстар, шайқастар болған сол кезде. Бәдір шайқасы деген дейді. Сол кезде жаңа дөкейлердің бәрі қырылған сол жерде. Жоқ енді олар. Соқтан сол азғантай уақыт сен оларға еркіндік бер. Не істейін десе істей берсін. Мазақ қылама, күлеме, не істейді? Бәрібір Аллах тағаланың қалағанын ғана істейді. Аллах тағала қаламаған нәрсе болса, ол ешқашан істей алмайды олар. Қанша талпынса да, қанша жиналса да соған бәрі. Міне. Сен бұларды сол уақытқа дейін еркіндік бер. Мерзім бер, ей Мұхаммед. Бұл дүние бітеді. Бұл дүние біткеннен кейін мәңгі ақырет келеді. Мәңгі, ей Мұхаммед, мәңгі. Білесің бе не бар олар үшін? Ол жақта. Инна ладайна анкалан ва жахима. Біздің қасымызда ауыр кісендер бар дейді. Тозақтың жаңағы бөлімшелерін айтып жатыр Алла тағала. Тозақпен байланысты азаптың түрлерін, азаптың құралдарын айтып жатыр. Біздің қасымызда ауыр кісендер бар. Қазір еркін жүре берсін, ертең кісенге байлаймыз дейді. Қараңызшы. Уаджахима, және жалындаған тозақ бар қасымызда. Сол уақытқа дейін күле тұрсын, ойнай тұрсын. Ей Мұхаммед, сондай-ақ ол жақта бір тағам бар дейді. Тағам, тозақтық тағам, тозақтық ауқат. Зәғуссотин дейді. Өңешке қадалып қалатын дейді. Мәжбүрлеп тұрып жұтқызамыз да, өңешіне қадалады дейді. Өңештен қадалғанда не бері шықпайды, не әрі кетпейді. Сөйтіп тұншықтырумен болады дейді. Тұншықтыратын тағам бар біздің қасымызда, ей Мұхаммед. Осы нәрсеге бара жатыр олар, егер тәубаларына келмесе. Мысалы, жәннатта туба деген ағаш бар. Өте ірі үлкен ағаш. Қанша жәннат бар болса, бір жәннат жоқ, оның бұтағы, бір бұтағы сол жаққа жетпеген. Жәннаттықтарға арналған ағаш. Сол секілді тозақта да бір ағаш бар. Қараңыздар. Шажарата заққум деген. Инна шажарата заққум. Расында заққум деген ағаш бар, ей Мұхаммед. Таамул асим. Күнәқардың тамағы. Қараңыздар. Күнәқардың тағамы болады дейді ол. Кәлмухли, қазанның түбінде еріген майдай, яғли, қайнайды дейді, филбутун, қарындарының ішінде.
ол қайнаған кезде, біздің үйде білеміз, май қайнаған кезде майдың қайнағаны білінбейді ғой. Қазанда ыстық отта. Бірақ судың қайнағаны білінеді. Соқтан Алла Тағала айтады, «Кағалил хамим». Ол олардың асқазандарында ішінде қайнаған кезде сақырлаған су қайнап отқандай қайнайды дейді. Бұның бәрі ақиқат. Аллах Тағала тек айтады, сенеді ма, сенбей ма, өздері білсін. Бірақ ол орындалады. Қараңыздар. Иннаха шажаратун тахруджу фи аслил жахим. Ол ағаш дейді, анау жаханнамның түбінен шығып өскен ағаш дейді. Жаханнамның бүкіл бөлігіне ауқат тарататын ағаш. Ойлаңыз. Соны жегеннен кейін Сумма жаңағы хузу ұстаңдар оны деп айтады екен Алла Тағала. Фаатилуху, сүйретіңдер оны. Ұстаңдар да сүйретіңдер етбетінен. Қадір жоқ деген мәселені білдіреді да сүйрету деген. Сүйретіңдер. Қай жерге? Иля саваил жахим. Тозақтың ортасына апарып тастаңдар дейді. Алла Тағала бұйрығы сол күнгі нәрседен хабар беріп жатыр да бізге. Нақты болатын, нақты сөйленетін нәрселер, нақты істелетін нәрселер. Сумма собу, сосын құйыңдар фауқа раъсихи, басының үстіне. Сосын басының үстіне құйыңдар. Мен азабил хамим дейді. Сақырлаған судың азабынан құйыңдар. Сақырлаған су азабы деген сөз. Сақырлаған судың өзі азап. Тозақтың өзі, ішіндегі нәрсенің бәрі азап деп аталады. Бір нәрсе тисе азап, азаптан басқа нәрсе көрсетпейді ол. Сосын ең ауыр жағдайын қараңыздар, шалады. Зуқ деп айтады екен да. Дәмін тат мынаның. Енді қараңыздар, қалай Алла Тағала қазір сөгеді. Иннака антал азизул карим. Сен емес пе едің осы дүниеде? Сен емес пе едің сол дүниеде? Ең күшті, ең құрметті болған. Ең күшті, ең құрметті. Дәмін тат мынаның деп айтады. Міне, дүниедегі мансаптар немен аяқталуы мүмкін? Дүниедегі атақтар, алдамшы атақтар. Не осындай нәрсе, жаңағы тағамның бір түрі, тозақтың ішінде. Осы ағаш туралы хабар айтылған кезде мүшриктердің бәрі күлген екен. Мына Мұхаммед не айтады, саллаллаху алейхи ва саллям? Тозақта ағаш деген, оттың ішінде ағаш болушы ма еді, ағаш деген жанып кетпеуші ме еді деп күлген, мазақ қылған. Сонда Алла Тағала аят түсіреді. Инна жаалнака фитнатан лиззалимин. Ана Алла Тағаланың сөзіне әділетсіздік танытқандарға біз бұл ағашты айту хабарымыз арқылы сынадық дейді бұларды. Не айтар екен деп. Сонда біреу сенді де қорықты, өздеріңіз секілді, ал біреу күлді. Көрсін. Толғуха кааннаку руусу шаятин дейді Алла Тағала. Біздің ақылымыз жетпесе де Алла Тағала сөйлейді, айтады ол мәселені. Оның жемістерінің өзі шайтандардың бастары секілді дейді. Қорқыныш, үркіту. Мүмин үркейді. Мүмин әуелгі аятқа сенгеннен кейін келесі аят келсе оған сенеді. Үшінші аят келсе оған сенеді. Сонымен үркуді үйренеді Алла Тағаладан. Сескенуді үйренеді. Олар болса бірінші аятты қабылдамағандықтан екіншісіне де күледі, үшіншісіне күледі, одан кейін күле түседі. Сөйтіп жүрек деген нәрсе нахтиму аля қулубихим болады. Жүректерін мөрледік. Ешқашан аят әсер етпейді енді оларға. Қанша естісе де. Өйткені соны сұрап алды өз қылықтарымен Раббыларынан. Міне Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, сен оларды маған қалдыр. Әлгі ақиқатты өтірікке санаушыларды, әлгі сән салтанат иелерін, рахат пен шаттықтың иелерін, сен оларға азғантай еркіндік бере тұр, ей Мұхаммед. Сөзсіз біздің қасымызда ауыр кісендер және жахим, от азабы бар. Сондай-ақ өңештеріне қадалып тұншықтыратын тағам бар.
Сондай-ақ біздің қасымызда өте қинайтын азап бар, ей Мұхаммед. Мұның барлығы мынау күні болады дейді Алла Тағала. Қай күні? Яума таржуфул арду вал жибалу. Таулар, жер мен таулар қатты сілкінген күні. Жер мен таулар қатты сілкінген күні. Сондай-ақ ваканатил жибалу касиба махила. Сондай-ақ жаңағы сілкіністің, ана таудың, жердің астындағы түбі бар. Ол түбі жердің бетіндегі түбінен ұзын. Әрдайым біз ана қазықты жерге қаққан кезде жердің астына кететін көлемі көбірек болу керек. Әйтпесе қазық орнықпайды. Ата Құранда тауларда валжибала аутада деп түсіндірген. Қазықтар қылдық деп. Ананың түбі жермен бірге сілкінген кезде үстіндегі тау қазіргі тас. Қараңыздар, сусымалы құмға айналып кетеді дейді. Құм. Өте ұнтақ. Сырғымалы құмға айналып кеткен күні, ей Мұхаммед. Бұл аят бұл күндерге әсер етеді. Я Алла, кешіре көр, сақтай көр деген нәрсемен қабылданады. Сенікі хақ, кешіре көр бізді. Немесе жаңағы Али Имран сүресінде айтқандай, Раббана иннана аманна, Раббымыз біз иман келтірдік. Фағфир лана зунубана. Күнәмізді кешіре көр, вақина ғазабыннар. Және сол от азабынан сақтай көр бізді деген мағынада. Не сол күн болады. Не осы нәрселерді ескерту үшін. Инна арсална илейкум расулан шахида. Ей Құрайыштың жұрты, біз сендерге куә болатын, куәгер етіп елшіні жібердік дейді. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тек қана жеткізуші емес, сондай-ақ ол куәгер дейді. Кім жауап берді оған, кім жауап берген жоқ, көз тірісінде қараңыз. Сөйтіп сол куәлігін қиямет күні әкелеміз дейді. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Ей Мұхаммед, қалай болар екен жағдайлары әрбір үмбетке куәні әкелген кезде дейді. Әрбір үмбеттің пайғамбарын әкелген кезде. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Сені де куә етіп бұларға алып келгенде дейді. Қарас. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Сол күні жаңағы азапты көрген кезде дейді, елшіге қарсы келгендер, елшіге тілазарлық қылып бойұсынбағандардың барлығында бірақ қана арман болады дейді. Қандай арман? Ләу тусауа бихимул арду. Жермен жексен болып жоқ болып кеткенімізде ғой шіркін деген. Мәңгі тозақ деген нәрсені көзіне көрсетіп қойған кезде, ана шыңғырып атқан дауысты естіген кезде, кезінде өтірікке санаған нәрсе. Жаңа Заққум ағашында Тағала айтады: Инна хаза ма кунтум бихи тамтарун. Сонда жаңағы Заққум ағашын айтады, қараңыз. Заққум ағашының жемісін жегізіп атқан кезде Алла Тағала айтады екен: Инна хаза, расында бұл Заққум. Заққумның азабы сендерге тиіп атқан. Ма кунтум бихи тамтарун. Сендер осы нәрсеге күмәндедіңдер ғой кезінде. Хақ па екен деп сұралады. Қараңыздар. Хақ па екен? Нағам деп жауап береді. Өзіңіз ойлаңыз. Инталиқу иля ма кунтум бихи туказзибун. Барыңдар өтірікке шығарған нәрселеріңе деп. Сөгіспен айтылады. Өтірікке шығарған нәрсенің бәрі хақ. Сол кезде жермен жексен болып кетсек қой деген нәрсе арман болады дейді. Бірақ сөз шығады. Бірақ олай болмайды. Міне, сендерге елшіні жібергек, куә етіп. Кім жауап берді оған? Кім жауап берген жоқ? Дәл осы елші секілді, қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям секілді. Кезінде біз Фирғауынға да елші жібергеніміз секілді, сендерге де елші жібердік дейді. Фирғауын мен Құрайшты салыстыру үшін айтып отыр Алла Тағала. Енді ойланып көріңдер дейді. Фирғауынның дәулеті қандай болған? Сендер кімсіңдер дейді оның қасында. Фирғауын деген қандай нәрсе болды? Әскер деген қандай? Мәдениетке дейін дамып кеткен ғой. Неше түрлі нәрсені дамытқан ана бүгінгі пирамидалардың кірпіштерінің қалай растворсыз, лайсыз қалай бір-біріне біріктірілгенде білім жетпей жатыр бүгін. Соны істеген. Бірақ ол білімнен ешқандай пайда жоқ.
өйткені алла тағала мәдениет емес қияметте құтқарады. Иман Мұсаға қарсы шықты. Өзіңіз ойлаңыз. Мен сендердің ұлы раббыларыңмын деген нәрсе. Сол кезде біз сол перғауынды бүкіл әскерімен құртып жіберген едік. Оның қасында сендер ше деген нәрсе айтылып отыр. Сендер де естеріңде ме? Абраха келген кезде тауға қашып кетіп едіңдер ғой. Жоқ едіңдер ғой сендер. Алла тағала Тойро Набабил топ жіберген құстармен атқылап құрта салды емес пе Абраханы? Сондықтан ескеріңдер, перғауынның басына түскен нәрсе елшіге қарсы келген үшін, сендердің де бастарыңа түсіп жүрмесін, Мұхаммедке қарсы келгендіктен саласыр. Осы нәрсені ойланыңдар деген осы аяттың тұсында иншалла тоқтаймыз. Иншалла намаздың уақытына. Бір қорытынды мағына ретінде жалпы осы жаңағы бірінші түскен сүре Иқра сүресі еді ғой, естеріңізде. Оқы деп түскен. Оқы деген нәрсе ақиқатты, тура жолды танып білу. Тура жолды танып білуді міндеттейді ол сүре бізге. Одан кейін Муддассир сүресі. Құм фа әнзир. Тұр да ескер. Яғни тура жолды жеткізу. Екінші міндет. Тура жолды жеткізу, тура жолды үйрету. Үшінші Муззаммил сүресінде тұр түнде деген. Тура жол бойынша өмір сүр өзің деп жатыр. Үш нәрсе. Білімді не үшін үйренеміз? Тура жолды не үшін үйренеміз? Біреуді адасып кәпір қылу үшін емес. Тура жолда жеткізу үшін, үйрету үшін, түсіне алмай жатқанға, тиісіп жатқанға сабыр ету үшін. Сабыр етіп жүріп соны үйретесің. Екіншіден ол тура жолды өзің жұмыс ету керексің бойында. Тура жол бойынша өмір сүру керексің. Осы үш нәрседен тарқайды Құранның қалған бұйрықтары кейін. Түсінесіздер ме? Мына жаққа тура жол бойынша өмір сүруге намаз келеді, зекет келеді, қажылық келеді, басқа бүкіл парыздар былай кетеді. Ескерту мәселесі ол жаңа бара-бара әл-әмру бил-маъруф ва нахйу анил мункар. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю. Бұлай кетеді. Сосын білім. Ол бірінші бұйрық білімнен басталғаннан кейін білім ешқашан үзілмейді бұл үмбеттен. Алхамдулилlah. Осы мағыналарда жүректерімізге Алла тағала беку нәсіп етсін баршамызға. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullah al-azim. Ya Allah'ım sen pəksің, sen mақтаулысың, сенің есімің берекелі, сенің даңқың жоғары. Ya Allah'ım sen шығыстар мен батыстардың раббысың, жеті қабат аспанның жердің раббысың, дүние мен ақырет сенің қолыңда я Раббым. Allah'ım бізді тура жолға түсіргеннен кейін Раббымыз табанымызды осы тура жолда бекіте көр. Allah'ım осы Құранның арқылы бізді рахымыңа бөлей көр. Allah'ım осы Құранның арқылы білмеген нәрселерімізді үйрете көр, ұмытқан нәрселерімізді есімізге түсіре көр. Тәуекелімізді нығайта көр. Allah'ım тәуекелімізді арттырып, имандарымызды нығайта көр. Осы Құранның арқылы, я Allah'ım, Құраныңды түнгі және күндізгі сағаттарда оқып жүруімізді нәсіп ете көр. Allah'ım, сондай-ақ оны қиямет күні бізге болысушы қыл. Я Allah'ım, бізге қарсы шығуынан сақтай көр. Allah'ım, күнәларымызды кешіре көр, кешіріммен қарай көр. Олқылық істеріміз үшін жазалай көрме, я Раббым. Сен кешірімділікпен қарауды жақсы көресің. Сен кешірімділікпен қараушысың. Бізге кешірімділікпен қарап, күнәларымызды кешіріп, рахымыңа бөлеп, тозақ азабынан сақтай көр. Сондай-ақ осы дұғамызды, я Раббымыз, тақуа құлдарынан қалай қабыл алсаң, бізден де солай қабыл ала көр. Біз саған мұқтажбыз. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин би рахматика я архамар рахимин.